Құдай қаласа, бүгін мына бөлменің құрылыс әрлеу жұмыстарын бастаймын. Бұл менің қызымның бөлмесі. Қызым қазір басқа қалада тұрады, бірақ кейде үйге қонақ болып келгенде осы бөлмеде демалады. Ал олай болса, Құдайым маған күш-қуат берсін. Әрлеу жұмыстары оңай емес. Барлық қабырғаларды бояп шығамын, төбесін де бояймын. Және де осы бөлмеге керекті перделерді, төсек орындарды бәрін өзім өз қолыммен тігемін. Және де бұл бөлмеде ескі шифонер бар. Сол шифонерді де басқа түске бояймын. Себебі қазіргі қоп-қоңыр түсі бұл бөлменің дизайнына сай келмейді. Сосын менде ескі орындық бар. Ол орындықты мен тауып алғам. Сол орындықты да реставрация жасаймын. Барлығын өз қолыммен жасайтын себебім, менде заттарды барып сатып ала салатын ондай мүмкіндік жоқ. Күшім неге жетеді, қандай мүмкіндігім бар, қолда не бар, сонымен жасаймын. Ал сіздер мені қолдап қойыңыздар, маған лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Апаларыңыз мәз болып қалсын. Қазақта сөз бар ғой, еңбек бақыттың бастауы деген. Олай болса, еңбек етейін, жұмысты жасайын. Сәттілік серігім болсын. Қызым қалада жұмыс жасайды. Ұлым студент, ол да қалада. Ауылда мен жалғызбын. Алайда маған жалғыз екенмін деп қайғырып отыру ұнамайды. Қазақта жақсы сөз бар ғой, еңбек арқылы адам өз болмысын табады. Алдағы уақытқа өзімнің жоспарларым бар. Шіркін, қазақтың жақсы сөздері көп қой. Жұмысыңды жан тәніңмен сүйсең, өмірің де шексіз шаттыққа толады дейді. Мына бұталы өсімдіктерім тірі қорған, яғни живая изгородь.
өзім ұнатып егіп едім. Өткен видеода көргендеріңізде кішкентай еді, мінекей өсіп қалды. Бірақ та бұған өсімдікке қарсы келетін шіркей бар емес пе, құрт. Сол құрттай бастапты. Айналайын бұтақтарым-ай, кішкене әбіржіңкіреп қапты. Соған шаруашылық дүкеніне барып, осы өсімдікке арналған құртқа қарсы дәріні алып келдім. Соны жақсылап сеуіп жатырмын енді. Өсімдіктерімді жақсы көрем. Айналайын бұталарым, өзім жақсылап қарамасам, әбіржіңкіреп қалыпты ғой. Ал енді мынау өте ескі орындықты реставрация жасаймын. Мен мұны қоқыстан тауып алдым. Бұған енді жаңа өмір сыйлайын. Реставрация жасап, әп-әдемі орындық етіп қоямын. Орындығымның қаңқасын әуелі әбден қырып тазаладым. Сосын әбден жудым, сабындап тұрып жудым, оны кептірдім. Енді кәдімгі майлы бояу бар ғой, сол майлы бояуға, ақ бояу еді, ақ бояуға қызыл колер мен сары колерден кішкене ғана бір тамшы араластырып, осындай әдемі күлгін түс шығарып алдым. Енді осы күлгін түспен бояп, орындықтың қаңқасын әп-әдемі етіп дайындап жатырмын. Мынау орындықтың отыратын жері. Бұны да жақсылап бірінші ескі поролондары мен ескі маталарын әбден жылым-жылым болып кеткен екен. Оның бәрін алып тастадым. Бұны да жуып тазаладым, әбден кептірдім. Енді бұған жаңа поролон қойып, жаңа матамен әдемілеп қаптап жатырмын. Ал мынау орындықтың арқасы, сүйенетін жері, бұны да жуып, тазалап, кептіріп, спиртпен сүртіп, микробтан тазалап, жаңа поролон қойып, жаңа матамен қаптап жатырмын. Алақай, міне орындық та дайын болды. Реставрациядан кейін жап-жаңа болып шыға келді. Өзім әйтеуір ризамын. Сіздер де бір пікірлеріңізді жазып қойыңыздаршы. Апаларыңызға мәз болып қалайын.
Ал енді арасында ауладағы жұмыстарға да көңіл бөлейін. Былтыр жүзім еккен едім. Сол жүзімім кішкене өсіп қапты. Соған темірден ұстындар жасаттым тапсырыс беріп. Қазір соған байлайын деп мына матаны қиып дайындап отырмын. Өсе ғой, өне ғой жүзімдерім, гүлдене бер бау-бақшам, айналайын табиғатым, керемет жақсы көрем табиғатты. Мінеки, жүзімдерім де тәп-тұйнақтай болып жинақталып қалды. Енді өздері өрмелеп өсе береді. Құдай қаласа, жүзімім өсіп, жемісін беріп жатса, жүзіммен отырып, шай ішем. Құдай қаласа, ол күнге де жете берейін. Ал енді үйдің ішіндегі жұмыстарға қайта оралайын. Мынау бөлмеге арналған пердені бар өнерімді салып тігіп жатырмын. Ал ендігі кезекте жастықтарды дайындауға кірісейін. Мынау қазір сызып отырғаным декоративті жастықтардың бетіне орнамент сызып отырмын. Текстильге арналған
бояуымды қаймақтың ыдысына құйып алып, орнаментті сызып отырмын. Бұлай сырт көзге қарағанда орнамент сызу оңай сияқты болып көрінуі мүмкін, алайда бұл оңай емес, өте ауыр жұмыс. Енді орнамент сызу өзіме сүйкімді іс болғандықтан, қиындықты сүйікті іс жеңіп жатыр. Құдайға шүкір, бұл бөлменің де әрлеу жұмыстары аяқталды. Барлық қабырғаларды, төбесін бояп шықтым. Мынау қоңыр шкаф еді, оны ақ түске бояп қойдым, бөлменің сәнін ашсын деп. Мынау перделердің бәрін тігіп шықтым. Мына жастықшаларды да тігіп, қаптап, орнаментін сызып қойдым. Айтпақшыдай, осы бояу текстильге арналған бояуды Каспий магазиннен тапсырыс бердім, жақсы бояу екен, жусаң да кетпейді. Осы жұмыстардың арасында үзіліс жасап, аулаға да көңіл бөлдім. Ауланың жұмыстарында жасап жүрдім, өздеріңіз көрдіңіздер. Ал енді апаларыңыз шаршады, енді демалайық, билеп демалайық. Тиктоктан көріп алған билерімді қазір билеп берем сіздерге. Мынау кішкене дайындалып келейін барып. Ал олай болса, кеттік.